Кітапханашы көпшілік байқай бермейтін, бірақ қоғам үшін орны бөлек маңызды мамандық иесі. Осындай жандардың бірі Сатпаев қаласындағы Баубек Бұлқышев атындағы орталықтандырылған кітапхана жүйесінің қызметкері Гүлназ Мусинова. Оның кітапхана саласында үздіксіз еңбек етіп келе жатқанына 35 жылға жуықтады. Өзінің кәсіби жолын кітапханашы мамандығын оқудан бастап, осы салада табандылықпен қызмет атқарып келеді. Кітапхана мамандығын өзім жүрек қалауымен таңдадым. 1982 жылы Мәдени ағарту училищесіне кітапханашы мамандығы бойынша оқуға түсіп, сол оқуды 1984 жылы аяқтап, жолдама бойынша Мұхтар Әуезов атындағы, Жезқазған қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада еңбек жолымды алғашқы бастадым. Сол кезде істеп жүргеннің өзінде басшымыз өзімнің енді икем бар екенін байқағаны шығар. Нөмір 3-ші филиалға жаңағы сіз сол мамандық бойынша сол филиалға жетекші болып барасыз деп нөмір 3-ші филиалдан бастадым. Содан енді 1994 жылға дейін сол жақта істедім. 94 жылы жаңағы үй жағдайына байланысты осы Сатпаев қаласындағы, ол кезде Никольский қаласы тұғын, еңбек жолымды осы 94 жылы абонемент бөлімінің кітапханашысынан бастадым. Орталық кітапхана. Ол кезде орталық кітапхана енді қазір Баубек Бұлқышев атындағы орталықтандырылған кітапхана жүйесі болып тұр ғой. Сол еңбек жолымды осы кітапханадан бастағаннан бастап, әр бөлімде істедім. Мысалы, бұл жерде абонемент бөлімі, өлкетану бөлімі, өнер бөлімі, оқу залы бар. Әр бөлімде істеп, қазіргі уақытта енді кітап қорын толықтыру және өңдеу бөлімінің жетекшісі болып жұмыс істеймін. Қарып келеді. Гүлназ Мұханқызының күнделікті еңбегі сырт көзге көрінбеуі мүмкін, алайда бұл руханияттың, білімнің, мәдениеттің ордасы саналатын кітапханаға жан бітіріп отырған еңбек адамы. Нағыз еңбек адамы тек қолмен жұмыс істейтін жан емес, ол өз ісіне адал жылдар бойы тынымсыз еңбек етіп, қоғамға пайдасын тигізіп келе жатқан жан. Қазіргі таңда кітап қорын толықтыру және өңдеу бөлімінің жетекшісімін. Біздің кітап қорымызда 57 мыңнан аса кітап бар. Соның ішінде 22.058 кітабы қазақ тілінде, 795 кітап ағылшын тілдерінде, орыс тілінде 33 мыңға таяу кітаптар бар. Біз сонымен қатар кітаптармен ғана шектелмейміз, мерзімді басылымдарға да жазыламыз. Біздің мерзімді басылымдардан әртүрлі журналдарды алып оқуға болады. Мысалға, Жалын, Жұлдыз, Парасат, Қазақстан әйелдері, өзіміздің жергілікті газеттерімізге де жазыламыз. Мысалға, Шарайна. Кітапхана тыныштықтың емес, тұнық білімнің ордасы, ал сол ордаға жан бітіріп отырған еңбек адамдары Гүлназ Мусинова сынды өз ісіне шын берілген жандар. Ол жылдар бойы кітаппен оқырманды табыстырып, мәдениет пен руханиятты дамытуға үлес қосып келеді.